Сақалға ақ түсті, көңілге дақ түсті. Жасыңда жалықпасаң, қартайғанда тарықпайсың. Көп жасаған құрдасынан, көп сөйлеген жолдасынан айырылады. Кәрі өлсе дауыл тынғаны, жас өлсе бәйтерегіңнің сынғаны. Ауру аздырады, кәрілік тоздырады. Қартайдым деп қайырма, жас бала бар артыңда. Жалғызбын деп қайырма, жақсылар бар артыңда. Алтыға дейін бала ерке, 60-тан кейін шал ерке. Жас кезде адам қызық іздейді, қарт кезде адам иман іздейді. Адамның ақылының кіруіне жасы да үлкен рөл атқарады. Егер 35 жасыңызда сіз әлі де кедей болсаңыз, онда сіз бұған лайықтысыз. Уайым, қайғысыздық жасартады, іспен айналысу көркейтеді. Қария бәріне сенеді. Орта жастағы адам бәрінен күмәнданады, жас адам бәрін біледі. Көптеген адамдар өз уақытын өлтіруді, оны босқа өткізуді, жаман әдеттерге тәуелді болуды, өз санасын шектеуді, зиянды ақпараттарды қабылдауды пайдалы және тіпті қажетті деп ойлайды. Себеп құлдық сана. Жас адамға ауыр нәрсе жеңіл сияқты көрінеді. Қариялар үшін жеңіл нәрсе ауыр сияқты көрінеді. Қасында ақсақалдар болған кезде бала болу оңай. Қарттарды жоғалтқаннан кейін бала болудың қаншалықты жақсы екенін түсінесің. Қартайған кездегі ең жаман нәрсе бұл өз балаларыңыздың кеңестерін тыңдау. Кәрілік деген шаршаудан гөрі демалуға көп уақыт кететін кезең. Жастардың берекесі күш пен сұлулық, шалдардың берекесі ақыл. Ең өкініштісі қартаюдың жақындығы емес, жастық шақтың өтіп бара жатқандығы. Жас кезінде жасаған күнәларыңды қартайған кезіңде өтейсің. Кәрі адамға күлме, сенде кәрілікке жетесің. Қариялық даналық пен өмір тәжірибесінің қайнар көзі. Ұрпақтарыңның саны достарыңның санынан асса, бұл қартайғандықтың белгісі. Жастар болашақпен, шалдар өткенмен, тек балалар ғана бүгінгі күнмен өмір сүреді. Ақылды қарттар жастарға кедергі емес, тірек болады, бәсекелес емес, мұғалім болады. Жастар армандайды, қарттар есіне алады. Өмір 3 кезеңге бөлінеді. Алдымен Аяз атаға сенесің, сонан соң Аяз атаға сенбейсің, аяғында өзің Аяз ата боласың. Қартайып барамын деп ойлайтын адам тез қартаяды. Барлығы ұзақ өмір сүргісі келеді, бірақ қартайғысы келмейді. Уақытын босқа өткізетін адам қалай тез қартайғанын байқамай қалады. Жастық ұшады, өтіп бара жатқан уақытты ұстаңыз, өткен әрқашан бүгінгіден жақсы. Жастық ең үлкен сиқыршы.
Ата-анамыз бізге өмір сыйлайды, олар бізді тәрбиелеп өсіреді. Енді олар қартайып, ауырып жатқанда біздің міндетіміз ата-анамызға көмектесу. Бала кезінде оқыған затты қария кезде түсінесің. Жастар болашағына, кәрілік өткеніне алданады. Сіз балалық шаққа түсе аласыз, бірақ жастыққа емес. Жастық ақымақ істер жасауға мүмкіндік бергені үшін емес, оларды түзетуге уақыт бергені үшін жақсы. Жастардың санасында қандай көңіл-күй басым екенін айтсаңыз, мен кейінгі ұрпақтың мінез-құлқын айтайын. Орта жас бұл зейнетке шығуға тым жас және басқа жұмысқа тұру үшін тым кәрі. Әлемнің алдында сіз бірнеше жыл ғана жас және әдемі боласыз, ал күйеуіңіздің көзінше бірнеше ай ғана. Жастар сұлулықтың не екенін жақсы білмейді, олар тек құмарлықты біледі. Әр адамның 3 жасы болады: дененің жастығы, жүректің жастығы және ақылдың жастығы. Өкінішке орай, олар ешқашан сәйкес келмейді. Жастықтан кәрілікке дейін ақылды жинақта, бұдан сенімді байлық жоқ. Қартайғанда бақытты болатындай жастықта өмір сүр. Жұмысқа жарап тұрғанымда мен өзімді кәрілердің тізіміне қоса алмаймын. Алжығанда келген атақ абырой әпермейді. Кәрілік екі көзді қызартады, сүйектің етін сылып ұзартады. Еңкейсең ет бетіңнен түсіргендей, батпандап тізе тұсқа тұз артады. Жас та өтер, бірте-бірте кәрі де өтер. Баянсыз бұл жалғанның бәрі бекер. Жаһанда мәңгі жасар жан жоқ сірә, кетеміз, кетті келер, тағы кетер. Мейірімділік пен ақыл кәріліктің қасиеттері. 20 жасында әйел жүрексіз және ашуланшақ болуы әлде қайда қызықты. 4 нәрседе үміт бар: жас өсемін деп үмітті, жалғыз көбейемін деп үмітті, жарлы байимын деп үмітті, ауру жазыламын деп үмітті. Көктемі мен жазы кетіп, жапырағы қуарған ағаштай ұрты солып, жағы суалған кәрілікте ғана үміт жоқ. 15 жас құйын қуған желмен тең, 20 жас дауыл тұрған көлмен тең, 35 ағып жатқан селмен тең, 45 аю аспас белмен тең, 75-те өр көңілің жермен тең, 80-де селкілдеген шал боларсың, 90-да 80-ге де зар боларсың. 100-ге келсең дүние қызығынан күдеріңді үз, өлмей тірі жүргенге мәз боларсың. Абай үйінде отырып, өзінің досы Бегештен дауасыз не, арзан не, қымбат не деп сұрапты. Бегеш оған: дауасыз кәрілік, арзан өтірік, қымбат шындық деп жауап береді. 50 ердің жасы екен, 61 сұмдықтың басы екен. Ханнан тақыт таярда қараша жұртпен хас болар, байдан бақыт таярда дәулетіне мас болар. Кәріден абырой таярда аңдығаны ас болар. Жетесіз туған жігіттер 25-те жас болар.
50 ердің жасы, 70 оттың басы, 80 шоқтың қасы. Жастық өтер, кәрілік жетер. Беттің қызылын кеспестей көрме, жігітті өтпестей көрме, кәрілікті жетпестей көрме. Каналыма тіркеліп өтіңіз, лайк басып, өз пікіріңізді комментарийға қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздің қолдауыңыз мені шабыттандырады.